өзің жұмысты жақсы көру керек. Ол жасқа қарамайды ізденімпаздық. Мен мысалға қазір жұмыс істеп жүрсем де өзім үшін басқа тілді да үйреніп жүрмін. Көп саяхатқа шығып тұрамын. Жастарды жақсы көремін, вообще адамдарды жақсы көремін. Қамқорлық істеген жақсы көремін. Мінезім енді барынша жұмсақ, ашық деп жан-жағым айтады. Мүмкін солай да шығар. Тек жақсы болсын деп көмек берген жақсы көремін. Енді өмір болғасын менде де жеке басымда қиыншылықтар өтті. Онда көтеріп келе жатыр. Ол үшін осы ортам, осы істеп жатқан коллективім маған күш береді. Білгенімді айтып отырамын, білмеген жерлеріне көмектесіп жіберемін. Өте маған ұнайды. Балдармен, жастармен жұмыс істеу. Сізден сұрай ма, әдемі қартаюдың сыры неде деп? Әдемі қартаюдың сыры, мен енді біріншіден қартайдым деп признавать етпеу керек, қабылдамау керек. Әрбір жастың өзінің бір керемет ойда, бір керемет бір көңілде қалатын сәттері болады екен. Баяғыда 50-55 жаста апайлар пенсияға шыққанда, біз жаспыз ғой, сол кезде ойбай, ол кісі апай ғой деп сөйтіп қарайтын едік. А қазір 70-тегі адамды сен сөйлесіп көрсең, 80-дегі адамды, әрқайсының өзінің талабы, өмірге деген талпынысы, кейде оның қасында жастар даже былай қалып қояды. Сондықтан мен өзім ұстанымым да, мысалға, біріншіден құрметпен жасқа қарап қабылдау керек келген жасты. Осы жаспенен мен енді бәрінің артында қалдым деген болмау керек. Сен өзіңе қандай мотивация бересің, сен сол мотивацияны ұстасаң, меніңше киім кию үлгісі болсын, өмір сүру қағидасы болсын, қызығушылық болсын, бәрі ол адамның өзінің қолында. Егер өзіңді өзің шегеріп бәрімен қарай, ой, анау маған қызық емес, ой, мынау маған ыңғайсыз дей берсең, басылып қаласың. Сосын мінез құлыққа да көңіл бөлген дұрыс. Асыра қызбашылық, басқа да бір қолайсыз жаңағы адам мінез құлқы, ол тек қана сенің өзіңе ғана зиян келтіреді. Қасыңдағы адамдарға да зиян кетеді, бірақ ол адамдар сені бұрылып кетуі мүмкін, ал сен ол саған негатив болып қалады. Сондықтан енді қалай деп айтайын, өмірде әртүрлі зат болады, соның бәрін өзің алып тастайтын алып тастап отыруың керек. Әдемі заттарды есіңде қалдыруың керек. Мен кейде айтамын, ойнап, ана процессорлардың бастығын тазарып тұрсаңдар, анда-санда деп. Сондықтан негативный заттар қажеті жоқ. Содан кейін енді осы жалпы өмірде не болып жатыр, бәріне қызығушылықпен қарап, соны біліп отырғанда дұрыс сияқты. Адам көңілі бөлінеді. Мысалға өте сондай концерттер, көрмелер, театрда бір жақсы жаңалықтар болады. Қазір өте жақсы қойылымдар бар театрда. Барып тұрамын, мұндайға ерінбей, осы уақыт өткізгім келмейді. Кітапты қазір көп оқимын деп айта алмаймын, бірақ оқимын. Қызық деген кітаптарды. Өйткені біріншіден көздің несіне де байланысты. Нагрузка көп береді. Жақсы кинолар қараймын. В общем, бәрін маған қызық. Табиғат, өте жақсы көремін, мысалға итті, сондай үш жануарлар. Кейде көшеде бір страда кетіп жүрген иттер болса, соған қатты жаным ашиды. Оған сондай енді. Балдарды жақсы көремін. Әдемі киінген қыздарды, әдемі киініп жүрген, өзін күтіп жүрген апайларға қызығушылықпен қараймын. Қазір шүкір, біздің жас қыздарды, келіншектерді, апайларды бетбұрыстары бар ол жағына. Өйткені мен көп ортада болғанда байқаймын, ол дұрыс деп ойлаймын. Әйел адам өзін кішірейтпеу керек, әйел адам өзінен қартайдым демеу керек. Әйел адам өзіне қалай сезінеді, солай өмір сүру керек. Вообще ештеңе запрет болмау керек. Бірақ жақсы бағытта. Мен өзім солай ойлаймын.
білмеймін, мүмкін біреу келісер біреу келіспес.